аса маңызды бір мәселенің басын ашуды жөн санаймыз. Ол тоғызқұмалақ спортының атауы. Әрине, тоғызқұмалақ зияткерлік ойыны түркі халықтарының ортақ мұрасы, тарихи құндылығы мен ақыл-ой мәдениетінің көрсеткіші болып табылады. Бұл ойын соңғы жылдары барынша жоғары деңгейде дамып, дүниежүзілік тоғызқұмалақ федерациясы құрылып, әлемге танымал болды. 2020 жылы халықаралық ЮНЕСКО ұйымы тоғызқұмалақты адамзаттың мәдени мұралар тізіміне қосты. Бүгінде бұл ойынның екі атауы бар. Қазақстан тарапы халықаралық жарыс өткізгенде бұл спорт тоғызқұмалақ аталады. Қырғызстан жағы жарыс ұйымдастырғанда бұл ойын тоғыз қорғол деп аталады. Осылайша аталмыш спорт түрі әлемдік аренада екі түрлі атаумен жұртшылықты шатастырады. Ғалымдар, этнографтар және зерттеушілердің пікірі бойынша 19 ғасырда бұл ойынның жалпы түркілік атауы тоғызат деп аталған. Тоғызқұмалақтың атауы әуелден тоғызат екендігін білдіретін ойын тақтасындағы қазақша, қырғызша, қарақалпақша, ноғайша атаулары да көрсетіледі. Бүгінде қазақ, қырғыз халықтары сақтап, дамытып келген көшпенділердің түркілік этномәдени бұл ойыны спортқа ғана емес, адамзаттық құндылыққа айналып отыр. Алайда асыл спорттың одан ары кең таралуына бөгет болып отырған кедергіні ескере отырып, алдағы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынына дейін жалпы түркілік бұл зияткерлік спорттың атауын ортақ нұсқамен тарихи тоғызат атауын қалпына келтіру шараларын қолға алу қажет. Бұл спорттың алға басуына жол ашып, әлемдік назар аудартатын еліміздің лайықты бренді болары күмәнсіз.